Менімен бірге орыс тілін 10 күнде үйренейік. Сәлем, менің есімім Динара, орыс тілінде сауатты жазуға және сөйлеуге үйретемін. Парақшамда күнде бір сабақтан шығатын болады, сондықтан да парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. Бүгінгі сабақта біз где деген сұраққа орыс тілінде жауап беріп үйренеміз. Где сұрағы қазақ тілінде қайда, қай жердесің деп аударылады. Демек, сізге біреу сен қайдасың, сен қай жердесің деп сұрақ қойған кезде в немесе на предлогының бірін қолданып жауап бересіз. Енді осы предлогтарды қарастырайық. В предлогы ішінде дегенді білдіреді. Мысалы, кілттер сумканың ішінде жатыр десек, біз в деген предлогты қолданамыз. Сонда ключи лежат в сумке. Және в предлогы бұл ғимараттың ішінде болсақ, жабық орындарда болсақ қолданамыз. Мысалы, мен қазір офистің ішіндемін. Я сейчас в офисе. Бұл жерде біз в предлогын қолдандық. Және на предлогы. На предлогы бұл үстінде дегенді білдіреді. Мысалы, кітаптар столдың үстінде жатыр. Книги лежат на столе. Бұл жерде біз на предлогын қолдандық. Сонымен қатар на предлогын төбесі ашық алаңдармен қолданамыз. Мысалы, мен стадиондамын, я на стадионе. Мен базардамын, я на базаре. Мен көшедемін, я на улице. Енді күнделікті өмірде жіберетін қателікке тоқталайық. Мысалы, мен магазиндемін, мен дүкеннің ішіндемін деген кезде көбіміз я на магазине, я в магазине деп айтып жатамыз. Бұл дұрыс емес. Неге? Себебі, егерде біз жабық орындардың ішінде болсақ, в предлогын қолдануымыз керек. Және қай жерде екенімізді айту үшін зат есімге е дегенді жалғау керекпіз. Сонда, мен дүкеннің ішіндемін, я в магазине. Бұл жерде в предлогын жеке айтпаңыз, жеке оқымаңыз, оны жанындағы сөзбен біріктіру керексіз. Я в магазине емес, я в магазине. Магазин деген сөзді в предлогымен бірге біріктіріп, бірге айтасыз. Демек, я где? Я в магазине. Тағы да бір мысал. Кот сидит в стол. Немесе кот сидит на стол деп айтып жатамыз. Бұл да дұрыс емес. Себебі егер біз бір нәрсенің үстінде деп айтқымыз келсе, на предлогын қолдануымыз керек. Демек, кот сидит на столе. Және стол деген сөзге е дегенді жалғадық. Себебі қай жерде деген мағынада айтып тұрғанымыз үшін. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. Екінші сабақта куда деген сұраққа жауап беріп үйренеміз.